Қайырлы күн баршаңызға. Пияз нан дайындайтын боламыз. Ол үшін жылы суға 2 қасық дрожжи, 1 қасық тұзды қосып араластырып, жылы жерге қойып қоямыз. Ұнымызды салып, жаңағы апараны жай-жайдан құямыз, үстіне сұйық майдан құйып, өте жұмсақ етіп, қамыр илеп аламыз. Қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Пиязды өте ұсақ етіп осылай майдалап турап аламыз, тоз, бұрыш, майды қосып араластырамыз. Қамырды алып 2 бөлікке бөліп, шұқа етіп жаямыз. Қамырдың бетіне біркелкетіп сұйық май жағып, үстінен пиязымызды салып, 2 бетінен ораймыз да ортасынан бөліп кесеміз. Табамызға осылай дөңгелек етіп орналастырып шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт мак сепсеңіз болады. Ас болсын.